Ассалаумағалейкум қазақ елі, ораза келіп жеткен ораза айымыз құтты болсын, қабыл тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бұл тақырыпта ораза 10 пайдасы туралы айтатын боламыз. Ораза араб тіліндегі ас-саум деген сөзден шыққан. Ас-саум деген сөздің мағынасы өз-өзін тоқтату, тартыну, тыйылу деген ұғымдарды білдіреді. Демек, ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған, ауыз бекітуге қабілетті мұсылман баласы қасиетті Рамазан айы келгенде Аллаға шынайы құлшылық ету ниетімен таң атқаннан күн батқа дейінгі ас-судың барлық түрінен, сонымен қатар жыныстық құмарлықтан өз-өзін шектейді, тияды. Сайып келгенде ораза негізгі мәні Алланың тыйған ісінен тыйылу. Осы ретте ораза мұсылман баласын тәні мен жанына, рухани өміріне әсер ететін 10 пайдасы туралы айтуға жөн көрдік. Бірінші пайдасы, адам баласы ауыз бекіту арқылы Аллаға мойынсынуды үйренеді. Оразаның хикметі сондай, ол мұсылманның тұла бойына тақуалықты алтын дәнек еді. Ауыз бекіткен жан Рамазан айында Алланың бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан аулақ жүреді. Мұсылман деген сөздің өзі мойынсынушы, көнуші деген мағынаны білдіреді. Рамазан айы пендені мұсылман деген атқа лайық өмір сүруге, түйіндеп айтқан тақуалыққа тәрбиелейді. Өйткені Алла тағала Бақара сүресінің 183 аятында: "Ей иман келтіргендер, алдарың өткен қауымдарға парыз етілгендей сендерге де ораза парыз етілді. Мүмкін тақуа боласыңдар" деп ескертеді. Екіншісіне келетін болсақ, ораза мұсылманға көркем мінезді үйрететін тәрбие мектебі. Ораза көмегімен адам баласы бойындағы жағымсыз сипаттардан арылады. Рамазан мұсылманды әдепсіз әрекеттен, бос сөзден, жаман нәрсені көрмеуден, жаман нәрсені тыңдамаудан сақтайды. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, өз үмметіне қақылы бола тұрып, яғни өзінікі жөн болса тартысуды қойған кісі үшін жәннаттың ауласынан бір сарай, ал қалжың болса да өтірік айтуды бас тартқан кісі үшін жәннаттың ортасынан бір сарай, сондай-ақ мінезі көркем болған кісі үшін жәннаттың ең биік жерінен бір сарай беріліп мен кепілмін деген сүйінші хабар жеткізген. Ораза ұстаған адам өзінікі дұрыс болса да біреумен даулас доғарған, сөйтіп көркем мінезге ие болған. Үшіншісі, ораза бізді сабырлы болуға тәрбиелейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, бір хадисінде ораза сабырдың жартысы деген. Расында ораза шыдамдылыққа үйретеді. Күн ыстықта ораза ұстаған адам шөл қысады, ал ораза бізді төзімділікке тәрбиелейді. Рамазанда көп намаз оқып, көп Құран оқыған абзал. Оған сабыр қажет, тіпті күнә жасамау сабырлыққа қажет етеді. Төртіншіден, ораза адамның зейінін тазартып, жақсы ойларға жетелейді. Бір күні Лұқман баласына: "Балақайым, асқазан толы бола ойлау қабілеттің ұйқыға шомады. Даналық үні өшіп, дене мүшелерінің құлшылыққа жарамай қалады" деген екен. Шын мәнінде адам асқазан толы болғанда ұйқы қысады, ал ұйқы адамды көп нәрседен махрұм етеді. Адам қарны тоқ кезінде қабілетті төмендейді екен. Аш кезде адам миының белсенділігі артып, ақпаратты қабылдау деңгейі жақсарады екен. Бесінші, ораза адамның уақытын жүйелеуді үйретеді. Ауыз бекіткен пенде жүйелік пен тәртіпті қатаң ұстанады. Сәресі уақытында ішу, уақытында ауыз ашу, уақыты келген намаз оқу, тағы басқа амалдар жүйелік тәрбиелейді. Тіпті оразада әрбір сәт маңызды, сол сәтті құлшылыққа арнаған абзал. Алтыншы, Рамазанда мұсылмандар бір дене тәрізді екенін сезінеді. Өйткені жылына бір рет келетін Рамазан айында әлемнің әр түкпірінде тұратын мұсылмандар ауыз бекітіп, Аллаға құлшылық етіп, мүмкіндігінше бір-біріне көмектеседі. Кем дегенде дұғасына қосып, жаратқаннан бауыршы жарылқауы тілейді. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір хадисінде: "Мүмін бір-біріне жанашырлығы мен рақымшылығы бір дене секілді. Егер денең бір жер ауырса, онда бүкіл дене онымен бірге ыстығы көтер ұйқына қалып мазасызданады" деген. Рамазан кезінде мұсылмандар бір-біріне мейірімі көтеріп, бауырмалдыққа танылады. Жетінші, ораза мұсылман баласына айналасында аш адамдардың күйіне енгізіп, пенденің бойында мейірімділік, жанашырлық, бауырмашылық секілді сезімдерді оятып, пақырларға, жетімдерге және жесірлерге қарайласуға тәрбиелейді. Рамазанда берілетін пітір садақасы, ауызашар, дастарханы, қайырымдылық бағытта жасалған барлық амалдар мұсылмандардың бір-біріне деген мейірбандығы, сүйіспеншілігін арттырады. Сегізінші, ораза пенденің ағзасы артық және улы нәрседен тазартып, жаңартып, асқазан демалыс береді. Абу Хурайра, оған Алла разы болсын, ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ораза ұстаңдар, сау боласыңдар деген хадисін жеткізген. Араб дәрігер Харис ибн Кәлда: "Асқазан дерт үйі, ал ораза бүкіл емнің атасы" деген екен. Демек, ораза тәннің шипасы. Тоғызыншы, ораза адамға өз нәпсімен күресуді үйретеді. Қарын тойдыру құмарлығы мен жыныстық
Құмарлық адам табиғатынан тән жағымсыз сипаттардың бірі. Ораза адамды құмарлықтың осы екі түрімен күресуге үйретеді. Бір ай бойы өз нәпсісімен күресуге үйренген мұсылман одан кейінгі айларда өз қалауына ерік бермеуге тырысады. Рамазан айының оразасы мұсылманды осы күресті нығайтуға итермелейді. Шынайы ниетпен ораза ұстаған адам міндетті түрде нәпсістен тұсау салады. Өйткені нәпсі адам жаман нәрсеге итермелейді, ал жаман амал Алланың ашуын шақырады. Оразаның талаптарына сабырлық таныта алған адам нәпсі қалауына төзімділік танытып, қалауы мен құмарлығын әміршісіне айналады. Сөйтіп жаман нәрсеге бұйырушы нәпсіні басқару қабілетіне ие болады. Өйткені оразаның арқасында мұсылман жамандыққа бұйырушы нәпсісі басылып тыйылады және жуасып қалады екен. Және 10-шы, ораза қолда бар нәрсенің қадірін сезімді үйретеді. Кейде алдымызға келген астымыздағы көлігіміздің, басымыздағы баспананың, үстіміздегі киімнің, тіпті денсаулығымыз қадірін білмей жатамыз. Бұл нығметтерге қалыпты нәрсе ретінде қараймыз. Шын мәнінде бұл нығметтерді беруші Алла екенін ұмытып қаламыз. Ал ораза тіпті бір жұтым судың, бір үзім нанның қадірін сездіреді. Алла тағала баршамызға Рамазан оразасын толық ұстаудың сауабын толық алуды нәсіп еткен. Әмин. Каналға тіркеліңіздер, оразаларыңыз қабыл болсын, сау болыңыздар.